Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте керемет мінсіз болып шығатын безені дайындаймыз. Бұл безенің дайындалу әдісін швейцариялық деп атайды. Ал ендеше кеттік. Жұмыртқаның ағына қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осы жұмыртқаның ағын қайнап тұрған кастрюльдің бетіне қоямыз. Қантымыз ерігенше жақсылап тұрып араластырамыз. Мұнда ыдысымыздың түбі суға тимеуі қажет. Енді осы қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін миксердің көмегімен массамыз ұлғайғанша араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін шым-шым лимон қышқылын және бір қасық крахмалды салып тағы араластырамыз. Дайын болған меренгаға краскаларымызды құйып, осылай араластырамыз, жақсылап араластырып аламыз. Енді осыларды пищевая пленкамызды төсеп, мінекей дәл осылай жайып шығамыз. Осылай орап, екі жағын мықтап, кондитерлік мешокқа саламыз. Енді дайын болған меренгамызды пергамент қағаздың үстіне осылай сығып аламыз. Мен көптеген әдістер қолданып көрдім. Менде де көптеген қателіктер болды. Менде де меренгалар шықпайтын. Бір дегенде бұл әдіс менде шықты. Енді осы меренгамызды 80 градуста 2 сағаттай пешімізде кептіріп аламыз. Дайын болған меренгамыз пергамент қағазына жабыспай алынады. Мінекей мен сығып болғаннан кейін қараңыздар, қандай керемет болып тұр. Ал енді міне дайын. Қараңыздар, меренгамыз өте қытырлақ болып шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ал ендеше сау саламатта болайық.